Баршаңызға ассаляму алейкум. Бүгін мен сіздерге қазіргі трендте болып жатқан оформленияның бірін көрсетем. Бұл бенто торттарға арналған оформление. Бөлме температурасындағы сары майға сахарный пудрамызды қосамыз. Ең төменгі жылдамдықта миксерлеп аламыз. Үстінен тоңазытқыштан шыққан творожный сырды қосамыз. Төменгі жылдамдықта айналдырып аламыз. Белгілі бір краскамызды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Кондитерский мешокқа кремімізді салып, енді тортымызды оформлять етеміз. Тортымыз міндетті түрде тоңазытқыштан шыққан болу керек, суық болу керек. Сосын үстіне кремімізді осылай біркелкі етіп, шпательмен реттестіріп шығамыз. Бос жерлері қалған болса, осылай кремді қосып жіберсеңіздер болады. Бос орын жерлерге. Именно осы крем-чиз на масле бенто торттарға күшті крем деп санаймын өзім. Сливки мен ганашқа қараған кезде. Ганаш ол үлкен торттарға болса, ал крем-чиз на масле осы бенто торттарға күшті келеді. Енді оформленияға кіріссек, 4 лентамызды бірдей етіп қырқып аламыз. 4 бантик жасайтын боламыз қара лентадан. Осындай лентамыз міндетті түрде жіңішке болу керек. Осындай прозрачный пленка немесе пергаментный бумаганың ортасын свечаға туралап кесіп, свечамызды қойып, енді жан-жағын оформлять ететін боламыз. Менің клиентімнің сұрауы бойынша, жіберген суреті бойынша оформлять етіп жатырмын. Сіздердікі басқаша болса, басқалай жасайсыздар. Осылай видеодағыдай оформлять етсеңіздер болады. Енді үстіне пищевой блескаларымызды қойып, осылай бір қалыпты етіп шығарамыз. Одан кейін 4 жағына 4 түрлі бантигімізді қойып, осындай әдемі торт шығады.